Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 73-ші сабақ кездесу қозғалысына берілген есептер. Бірінші тапсырма. Алматы қаласында сәулетші Андрей Павлович Зенковтың ұсынысымен қандай ғимараттар бой көтергенін анықта. Мәні 1963 болатын өрнектерді тап. Бізде берілген 48.400 бөлу 25, 49.075 бөлу 25, 590.860 бөлу 301, 1.937.481 бөлу 987. Бізде болады 48.400 бөлем 25-ке 1936. 49.075 бөлем 25 1963. 590.860 бөлем 301-ге 1963. 1.937.481 бөлем 987-ге 1963. Яғни бізде мәні 1963 болатын өрнектерді тап. Алматы қаласында сәулетші Зенковтың ұсынысымен бізде осы Абай Алматы кафедралына қасиетті Вознесенск соборы Ғабдулуалиевтің сауда үйі, қазір Қызылтаң маталар дүкені, және Верный ерлер гимназиясы, қазір Бигалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы жаңағы ұсынысымен істеген екен, бой көтерген екен, осы кісінің ұсынысымен. Екінші есеп. Сұраққа жауап бер. Нұрсұлтан еліміздің айрықша сәулетті қаласы. Қалада 5 км 500 метрге созылған 1000 жылдық жаяу жүргіншілер аллеясы бар. Ол тәуелсіздік монументінен басталып, Ханшатыр сауда ойын-сауық кешеніне дейін созылады. Арман сыныптастарымен бірге сағат 17:00-де тәуелсіздік монументінен серуенге жаяу шықты. Егер олар орташа 100 метр минутына жылдамдықпен жүретін болса, сағат 18:00-де Ханшатыр сауда ойын-сауық кешеніне жете алама. Яғни бізде S 5 км 500 метр, ол 5500 метр. В 100 метр минутына. Жаяу шықты 17:00-де 18:00-ге дейін үлгереме. Шешуі. Т тең S бөлу 5, жолға кететін уақыт. 5500-ді 100-ге бөлеміз 55 минут. 17:00 қосамыз 55 минут. 17:55. 17:55 кіші 18:00. Олар сағат 18:00 Ханшатыр ойын-сауық орталығына жете алады. Серуенге 55 минут уақыт кетеді екен. Үшінші есеп. Есеп бойынша теңдеу құр, есепті шығар. Екі ұшақ екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұшып шықты. Егер қаланың арасы 4650 км, олар бір уақытта С қаласына келіп қонды. Біреуінің жылдамдығы 750 км сағатына, ал екінші жылдамдығы 800 км сағат. Олар неше уақыт ұшты? Яғни С 4650 км, В1 750, В2 800 км сағатына. Уақыт белгісіз. Уақытты біз X деп аламыз. 750 жақшаның ішінде 750 қосу 800 қосамыз X тең 4650. 1550-ді көбейтеміз X-ға тең 4650. X тең 4650-ді бөлеміз 1550-ге, сонда 3 сағат. Олар 3 сағат ұшқан екен. Төртінші есеп. Есептер бойынша әріпті өрнектер жаз. Есептерді шығару жоспарын құр. Бірінші есеп. А. Екі қаланың арасы А километр. Олардың бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шығып, В сағаттан кейін кездесті. Бірінші велосипедші жылдамдығы S км сағат. Екінші велосипедші жылдамдығы қанша? Бізде S А километр, Т В сағат, В1 S км сағатына, В2 белгісіз. Жақындау жылдамдығын табу үшін S-ті бөлеміз Т. А бөлу В км сағат. В2, В жақындау жылдамдығы азайтамыз В1-ді. А бөлу В бөлу S км сағатына. Екінші велосипедші жылдамдығы А бөлу В азайтамыз S км сағатына. Екіншісі, кент пен ауылдың арасы X километр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта мотоциклші мен велосипедші шықты.
Велосипедшінің жылдамдығы у км сағатына. Егер олар з сағаттан кейін кездесетін болса, онда мотоциклшінің жылдамдығы қанша? S тең x километр, T тең z сағат, V2 u км сағатына, V1 белгісіз. V жақындау жылдамдығы S бөлеміз T, x бөлеміз z км сағатына. V1 V жақындау жылдамдығын азайтамыз V2-ні, x бөлеміз z, азайтамыз y километр сағатына. Мотоциклшінің жылдамдығы x бөлу z, азайтамыз y километр сағатына. Бесіншісі, екі қаладан бір уақытта екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 6 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 66 км сағатына, ал екіншісінің жылдамдығы 95 км сағатына. Өрнектердің нені білдіретін түсіндір. Яғни бізде уақыт белгілі, жылдамдықтар белгілі, екі пойыз, арақашықтық белгісіз. Оны табу үшін бізде V1 66 км, V2 95 км сағатына, T 6 сағат. Әртүрлі тәсілмен шығаруға болады бұл жерде. Яғни бірінші тәсіл S1 тең V1 көбейту T. Бірінші пойыздың жүрген жолы. 66 көбейту 6, 396 км. S2 тең V2 көбейту T. Екінші пойыздың жүрген жолы 570 км. S-ті табу үшін екі пойыздың жылдамдығын қосамыз. Сонда жаңағы S2 пойыздың жаңағы арақашықтығын қосамыз. Сонда бізде 966 км. Арақашықтығы 966 км болады екен. Екінші тәсіл жақындау жылдамдығын қосамыз. Жақында жылдамдығын табу үшін V1 мен V2-ні қосамыз. 66 қосамыз 95, 161 км сағатына. S тең жақындау жылдамдығы көбейтеміз T, екі қаланың арақашықтығы. 66-ны қосамыз 95, көбейту 6, 161 көбейту 6 тең 966 км. Алтыншы есеп, ойлан және жауап бер. Саябаққа 6 ағаш отырғызылды. Олар қарағай, қайың, жөке, талшын, шырша және үйеңкі. Егер қайың талшыны аласа, ал жөке үйеңкіден биік, қарағай шыршадан аласа, жөке қайыңнан аласа, қарағай талшыннан биік болса, осы ағаштардың қайсысы ең биігі және қайсысы ең аласасы? Бізде шырша, қарағай, жаңағы каштан, қайың, жөке, үйеңкі. Ең биік шырша, ең аласасы үйеңкі болады екен. Жетінші есеп, есептің шешуін өрнекпен жаз, әріптердің мәнін орындарына қой және есепте. Бізде екі ауылдың арасы P метр, яғни P метр дегеніміз 4500 метр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі спортшы шығып, F минуттан кейін кездесті. F дегеніміз 5. Бірінші спортшының жылдамдығы H метр минутына, яғни 400 метр минутына. Екінші спортшының жылдамдығын табамыз. Бізде жаңағы арақашықтық уақыт жылдамдықтың бір жылдамдық бөлгілі. Екінші жылдамдық табамыз, шығарамыз, жауабын жазамыз.